Мен айтып жатырмын ғой, ең бастысы сол жұмыстың бәрін уақытысында ұйымдастыру. Енді келешекте көрсетеді ғой, қалай дайын болған екеніңізді іс жүзінде. Сол кезде көресіздер. Алдыңыз ғой, басқа аймақтарда. Сіз жерден тәжірибе алдыңыз ба? Тәжірибе? Сіз алдыңызда тәжірибе алам деп айттыңыз. Тәжірибе алдыңыз ба енді? Әрине өмірде күнделікті, біз күнделікті жұмысымызда жаңа тәжірибе алғанымыз. Әрбір күн жаңа тәжірибе береді. Қандай тәжірибе алдыңыз? Неге үйрендіңіз? Кәсіби тұрғыдан тәжірибе алып жатырмыз күнделікті. Енді Жаңа күн жаңа бір не береді бізге, серпін береді, соны көріп, өмір деген бір негеде тұрмайды ғой, өзгеріп жатады. Сол себептен Құлсарыдағы жағдайды қандай қазір? Сол туралы айтып кетіңізші. Құлсарыдағы жағдай қазіргі 14 салынып жатқан үй әлі су астында қалып тұр. Оған негіздеме бар. Қалған барлық үйлердің суларын шығарылды. Біз өз тарапымыздан барлық жұмыстар істелінді. Қай өңірді араладыңыз? Қай жерге бардыңыз? Барлық су тасқыны болған өңірлердің бәріне де болды. 11 өңірде. Неге осы күнге дейін журналистердің алдына шығудан бас тарттыңыз? Осы күнге дейін? Журналистердің алдына? Неге берілмеді? Неге брифинг берілмеді? Әрдайым брифингқа, әрдайым неге жүрген жерімде сұхбат беріп жүремін осылай. Кімге бердіңіз? Біз қанша рет өзіміз сұрадық, өтініш білдірдік. Неге шықпадыңыз дегеніміз бар? Неге үкіметке келмедіңіз? Неге қаштыңыз? Үкіметке? Мен үкіметке болған кезде мен Атырауда болдым ғой. Атырауда немесе Батыс Қазақстанда болдым. Ол кезде мен барлық өңірлерде, сол су тасқыны болып жатқан өңірлерде өзіне басында өзім болдым. Сіз алдында брифингтен авиаспас туралы сіз айтқансыз. Біздің редакцияның журналистері барады, сол жерде сұхбат алуға сондай. Казавиаспас емес, СУКС деген барады. Сол жақта біздің штаб бар. Ол жақта қазір ремонт жасап жатырмыз. Пресс-центр болады. Соны сіздердің бәріңізді шақырамыз. Су басқан уақытта бір өңірде МЧС-ның вертолеттары жаңағы соляркасы болмай қалды деген сондай ақпараттар, керосиндері болмай қалды. Бірінші күндері ондай болды, бірақ ол жаңағы Қостанай облысында Арқалық өңіріндегі болып жатқан ең ұзақ нүктесі болды. Сол себептен ол жақта ешқандай да бір әлі о кезде жанар жағармай қоятын техника әлі жетілген жоқ, ол түнде болды. Сол себептен кішкене сондай уақытпен 4-5 сағаттай болды. Неге Ол өңірлерде аэропортта жоқ, ешнәрсе жоқ. Неге сол уақытта сондай жағдай болды? Ол есептелінбеді ма? Өте ұзақ арақашықтық болды ғой. Неге сол кезде жаңағы солярка дедіңіз ғой? Жоқ, керосин. Ол бірінші күні 4-5 сағат болды, одан кейін ол мәселені шештік қой біз. Неге ол болмады деген ғой сол уақытта? Ол өңірде жоқ, дозаправка деген болады ғой. Енді бір вертолетта бір бак болады. Енді оны тағы да құю үшін тағы да топливозаправщиктер керек. Сегодня объявили, что вот как паводки уже закончились официально, да? Скажите, пожалуйста, когда вы объявите как ущерб от паводков? Ущерб? Да. Ну, ущерб еще подсчет идет. Там, я как и сказал, некоторые дома еще под водой, комиссия работает. Ну, по факту, когда это все будет выведено в единую цифру, конечно, это все обнародуется. Примерно когда? Я не могу сказать, как, комиссия как закончит работу. Месяц, два, полгода? Ну, зависит от их работы. Тасқынның қорытындысы бойынша неше елді мекен көшіріледі? Ол әлі саналып жатыр. Елді мекен, жалпы айтқанда, нақты елді мекен туралы әңгіме талқыланып жатқан жоқ. Нақты үйлер, ол зардап шеккен үйлер қалпына келтіріледі, немесе жаңадан салынады. Көшіру бойынша нақты есеп жүргізіледі? Нақты елді түгел толықтай елді мекен көшіру туралы ондай ақпарат жоқ. Рахмет. По паводкам вы говорили, что тоже готовы, да? Теперь говорите, что к пожарам готовы. Вот какие работы ведутся? Да, по паводкам действительно я хочу подчеркнуть, что Министерство по чрезвычайным ситуациям показало свою готовность. Результат работы 120 тысяч спасенных, эвакуированных жизней, очень много домашнего скота, очень много мероприятий было проведено и защищено очень большое количество домов от потопления производственных предприятий. В части, касающейся пожаров, у нас сейчас с Министерством экологии подписан алгоритм. Незамедлительно, без промедления мы реагируем вместе с ними. Хотя по законодательству лесная территория относится к компетенции МЭПРа.
Вот буквально вчера в Жамбульской области мы показали, как мы слаженно отработали, и буквально за ночь мы все это локализовали. В прошлом году вот ходили с хлопушками, да, не было техники. В этом году будут также с такими хлопушками ходить или что-то новое будет изобретать? Как я сейчас сказал, вот вчерашний кейс ночной, вся техника была стянута, вертолеты подняты, личный состав был мобилизован, и как результат утром мы получили локализацию 1800 квадратных. өрт сөндірушілердің айлықтары өзіңіз білесіз аз. Айлықтары көтеріле ме ол кісілердің? Әлеуметтік жағдай ол менің ең бірінші сұрағым деп айтып едім брифингта. Ол тұрғыдан барлық жұмыстар өткізіп жатырмыз. Әлі де қазіргі таңда нақты нәтиже жоқ, бірақ қадам жасап жатырмыз. Қанша айлық алып отыр бұл күнге? Қанша айлық алып отыр? Ең төмен дегені бізде 280 мың теңге алып отыр. 280 мың қазіргі біздің инфляцияға байланысты бұл жеткілікті ме әр Ол менің ойымша ол қазіргі таңда енді инфляцияға да байланысты, басқа да факторларға байланысты біз олардың жалақысын көтеруге қадам жасап жатырмыз. Қашан қай уақытта? Енді оның нәтижесін айтамыз. Тасқыннан Қазір айта кейін екі алмаймын. баспасөз мәслихаты өтті үкімет үйінде, бірақ сіз шықпадыңыз. Әдейілеп журналистерден қашқақтап жүрген жоқсыз ба? Мен жаңа айттым, ол кезде су тасқыны болып жатқан өңірде, нақты сол өңірлерде болдым. Оны жаңағы біздің телеграм каналдан да, басқа да ақпараттық көздерден көрген шығарсыздар. Не істегенімізді, қалай жұмыс атқарғанымызды барлық ашық түрде бәрін жарияладық. Жоспарда бар ма қорытындылап есеп беру? Спасатели работают, жоспарда бар ма? Жоспарыңызда бар ма? Қорытындылап есеп беру. Қашан бересіз? Қорытындылап есеп беру. Енді барлық есептердің бәрі күнделікті сіздерде жаңағы телеграм канал, басқа. Өзіңіз шыққаныңыз керек та, неге қашасыз журналистерден деген сұрақ. Мен ешкімнен қашып жатқан жоқпын. Өздеріңіз үкіметке Ондай жоспар мен жаңа ғана 3 күн ба 4 күн ба болды, барлық өңірлерде болдым. үкіметке қашан шығасыз? Мынау орталық коммуникация қызметінде қашан өзіңіз баяндамаңыз ондай ой бар. Жаңағы мен айтып жатырмын, жаңа ремонт біткеннен кейін өзіміздің жаңағы пресс орталығымызды көрсетеміз. қай айда жоспарлап? Осы бір айдың ішінде деп ойлаймын. Господин министр, можно такой вопрос? Во время паводка спасатели работают